Ене, 8-ші бөлім. Мен автордың тұрақты оқырманының бірімін. Өз өмірім жайлы баяндап, жазба етіп шығаруын өтінген себебім іштегі өкінішті шығару еді. Менің қателіктерім кейбір келіндерге, енелерге сабақ болар деген ой болатын. Өткен өмірімді баяндап, өз қателіктерімді мойындау маған оңайға соқпады. Бірақ осы автор қызымның бір жазбасында Алла шын жүрегімен өкініп кешірім сұраған пендесін кешеді екен деген сөзіне сүйеніп, іштей біліп-білмей істеген күнәларымның кешірілуін Алладан күнде сұраймын. Сол күнәларым мен жазықсыз келінімнің көз жасы ма, бір сынақтан әупірімдеп аман қалдым. Ауруханада жаным қиналып жатқанда, ойпырмай, жеткен жерім осы болды ма? Осылай жалғыздықта жатып, о дүниелік болып кетер ме екенмін деп жаным күйзелді. Бүкіл өмірім көз алдымнан тізбектеліп өтіп жатты. Өмір тым қысқа екен. Біз пенделер мәңгілік өмір сүретіндей аз ғұмырымызда қолда барымызда қадірлей алмайды екенбіз. Алдымен деніміздің саулығын, отбасы, туған-туыс, бала-шағамыздың амандығы ең бастысы екен. Дүние байлық, мансап пен сасық көкірегіміз көзімізге шел қаптатып, бар жақсыны көре алмай қалады екенбіз. Сол кезде өліп кетсем, артымда қандай атым қалар еді? Енем мен шалымның ағайындарына жақсы келін, шалыма жақсы жар, балаларыма ардақты ана, келіндерге жақсы ене бола алдым ба? Жоқ, Алладан ең болмағанда осы қылықтарымның орнын толтыруға тағы біраз уақыт берші, тағы біраз ғұмыр берші деп жалбарындым. Сол кезде тек келінімді ғана көріп жүрдім. Сол ауруханада дәрігер болғандықтан отбасымнан сол ғана маған кіре алатын еді. Күнде қасымда жүреді. Өзі қарап, өзі тосып, астымды тазалап, ауыстырып, тамағымды беріп, мені жас баладай күтті. Алдымен Алла, кейінгісі осы ақ халатты абзал жанымен келінімнің арқасында аман қалдым. Келінімнің алдында басым дейіп кешірім сұраймын. Оған жасаған қиянатым, жазықсыз жазғырып, ең соны қол көтергенім үшін өз-өзімді жегідей жедім. Өкініш өзегімді өртеді. Бағыма қарай, Алла маған осындай келіндерді беріпті. Осы күні бұған мыңда бір шүкір деймін. Кіші келінімді де аяғын ауыр болып келдің деп бетіне басып кемсіткенім дұрыс болмапты. Мінезі тік болса да, жүрегі таза еді. Мен айта алмағанды айтып тастап, мен жасай алмағанды жасап жүр. Ұлдарымды бөліп жармай, екеуіне де бірдей қарауым керек еді. Олардың алдында да ата-аналық борышымызды өтей алмадық. Үлкен ұлыма көп салмақ салдық. Кішісіне той жасап бере алмадық. Енді болашақта Алла немерелеріміздің қуанышында қызмет етіп, солардың қызығын көруді нәсіп етсе екен деймін. Барлық әйелдер қауымына айтарым, бүгінгі күнмен емес, болашағымызды ойлайық. Пендешілікке салынбайық. Аманатқа қиянат жасап, күнәға батпайық. Барымызды бағалайық. Аллам өз сыйымызды жоғалтпай, әдемі қартайтып, парасатты ене болуымызды нәсіп етсін дегім келеді. Мені тыңдап, түсініп, қолдау көрсете білген автор қызыма да үлкен рахмет айтқым келеді. Баршаларыңыз аман болыңыздар. Кейіпкерім кеште болса өз қателіктерін мойындап отыр. Үлкен басымен келіннен кешірім сұрап жатыр. Осы жазбаны келінім оқиды деп сенеді. Оған айта алмағандарын осы әңгіме арқылы жеткізгісі келеді. Егер келіні осы әңгімені басынан аяқ оқыған болса, енесін түсініп, қарым-қатынастары нығайып, сыйластықтары одан әрі арта түсер деп үміттенемін. Кейіпкерлер өз өмірлерін жаздырған кезде оқырман тарапынан әр түрлі пікір болады. Позитив те, негатив те, мұны көңілге алмаңыздар деп әрдайым ескертіп отырамын. Осындағы бір оқырманым айтқандай, біз қазіргі таңда бір ауыз жылы сөзге мұқтаж қоғамға айналып барамыз депті. Иә, бұл шындық, бірақ мін түзелмей сын түзелмейді деген де бар. Сын қаншалықты ауыр болса да, соған қарай адам кемшіліктерін түзейді. Орынды жерде тура айтылған сында дұрыс.
осы әңгімеден қандай да бір ой түйген боларсыздар деп ойлаймын. Деніміз сау, отбасымыз аман болсын. Автор: Жазира Тулешова.